Саламатсыз ба? Мен Абдулла Қызманшек, жалпы медицина факультетінің 302 А группа студенті. Бүгінгі біздің дағдымыздың тақырыбы бір реттік қолданатын шприцті құрастыру, жинау және ампулада ерітінді алу болып табылады. Ол үшін бізге қажетті құралдарды айта кететін болсақ, бір реттік қолданатын стерильді шприц, ампула, мақта тампондары, спиртке малынған және лоток, қалттар тастауға арналған А және Б класс қажет. Ең бірінші қолымызды антибактериалды сабынмен өңдеп жуып аламыз, одан кейін антисептикпен өңдеп аламыз, одан кейін қолымызға стерильді перчатканы киіп аламыз. Одан кейін спиртке малынған мақта тампонымен қолымызды, бірінші сол қолымызды саусақтардың арасын, алақанымызды, одан кейін қолымыздың сыртын өңдеп аламыз, одан кейін Б классын тастаймыз, одан кейін келесі қолды дәл осылай өңдеп аламыз. Осылай қолымызды өңдеп алғаннан кейін шприцімізді алып, оның ашылмағандығына бүтіндігіне көз жеткізіп және жарамдылық мерзіміне көз жеткіземіз. Одан кейін поршень жағынан ашып, шприцімізді құрап аламыз, егер басында инесі салынбаған болса. Одан кейін ауа кіргізіп, енгізіп шығарып, осылай бір-екі рет тексеріп аламыз. Одан кейін ампуламызды алып, оның жарамдылық мерзіміне көз жеткіземіз. Одан кейін жіңішке жағындағы сұйықтықты жуан жағына өткізіп аламыз, егер бар болса. Одан кейін мақта тампонын, яғни спиртке малынған мақта тампонын алып, төменнен жоғары қарай өңдейміз. 2 рет міндетті түрде өңдеу қажет. Одан кейін үшіншісінде мойнына салып, қойып мақта тампонды өзімізден сыртқа қарай сындырамыз. Мақта тампонын Б классына, ал ампуланың басын А классына тастаймыз. Одан кейін шприцімізді аламыз, қақпағын ашып аламыз. Одан кейін ампуланы сол қолымыздың екінші және үшінші саусағының аралығына қойып, инемізді тигізбей, жан-жағына керек мөлшердегі сұйықтықты сорып аламыз. Одан кейін басына қақпағын кигізіп, инеміздің ішіндегі ауаны бір жақта шығарамыз. Сонымен қатар иненің өзегінің ашықтығына осылай көз жеткіземіз. Осына тоқақ қоямыз. Осылайша біздің шприцімізді құрау және ампулада ерітіндіні жинау осылай жүргізіледі.